Барлығыңызға сәлем. Бүгін бізде Великая битва фильмі. Тан империясының императоры Тайсзун соғыс құдайы деген атпен танымал. Және ол 200 мың әскермен Когурт елін басып алу үшін келген. Когурт генералы 150 мың әскермен Жупил тауында Тайсзунның әскеріне қарсы тұруға шешім қабылдайды. Және елдің тағдыры осы шайқасқа байланысты. Шабуылға шыққан өн әскерінің алдыңғы қатарында Самуль есімді жауынгер мен оның ағасы бар. Ал шайқасты Когурт құдайлармен сөйлесе алады деген көріпкел әйел мұқият бақылап тұр. Бастапқыда шайқаста үннің әскері басымдыққа ие болып көрінеді. Бірақ кейін Тайсзунның қосымша легионы кенеттен арттан шабуыл жасап, өн әскерін қоршауға алады. Осыдан кейін өн әскерлері жаппай қырғынға ұшырай бастайды. Бірақ Самуль мен оның ағасы ерлікпен шайқасады. Көріпкел бұл жеңілісті алдын ала көргенін айтады. Өн әскеріне шегінуге бұйрық береді. Бірақ Самульдың ағасы бұл бұйрықты барлық әскерге жеткізуге тырысып жатқанда қаза табады. Жеңілген және күйреген өн әскері үйлеріне қайтады. Самуль ағасының денесін арқалап келе жатқанда, оған мәйітті тастауға бұйырады. Самуль шындықпен бетпе-бет келгенде жылап жібереді. Ал бұл кезде Тайсзун көріпкелді тұтқынға түсіреді. Оның қолында қасиетті жәдігер саналатын ерекше садақ пен жебе бар. Бұл садақты ешкім тарта алмайды деген аңыз бар. Тайсзун оны тартып көрмек болады, бірақ сәтсіздікке ұшырайды. Ол генералдарынан Когурт астанасына барар жолдағы келесі нысанды сұрайды. Және олар оған бұл Анси қамалы екенін айтады. Генералдар оған Анси қолбасшысы Янның үннің бұйрықтарына бағынбайтынын және елдің көзімен сатқын саналып жүргенін хабарлайды. Сондықтан оны жаулап алу қиынға соқпайды, өйткені Ян астанадан ешқандай қолдау алмайды. Осы уақытта інен Самульге Ансиге кіріп, Янды өлтіруді бұйырады. Өйткені Ян мен оның әскері Жупил тауындағы шайқасқа қосылудан бас тартқан. Бұл бас тарту оларға бүкіл соғыстан айырылып қалуға себеп болған шығар. Самуль бұл міндетке өте қолайлы, себебі ол бұрын Ансиден шыққан және қамалға оңай ене алады. Алайда Самуль Янды өлтіру Анси халқын Тайсзун әскерінің алдында қорғансыз қалдырады деп айтады. Оған жауап ретінде, егер олар Янның соңынан еретін болса, бәрі сатқын. Олардың өле бергені дұрыс, дейді. Ол Ансиді тастап, Тайсзунға қарсы соңғы шайқасты астанада өткізетінін айтады. Самуль Ансиге аттанады. Жолда ол Когурдның адасып қалған екі жауынгерін кездестіреді. Олар оған Янды өлтіру миссиясына қосылуға рұқсат сұрайды. Үшеуі сапар барысында балшыққа батып қалған есек арбасын шығарып жатқан екі ер адамды көреді. Оларға көмектескеннен кейін Самуль олардың бірінен Анси қолбасшысы Янға қалай жетуге болатынын сұрайды. Сонда ер адамның бірі өзінің Ян екенін ашық айтады. Қалған екі жауынгер Янға бірден шабуыл жасауға тырысады. Бірақ Янның генералы Чу оларды оңай жеңіп өлтіреді. Ол енді Самульге шабуыл жасамақ болады. Бірақ Самуль өзінің Ансиден екенін айтып, ол жердегі халықтың оны танитынын алға тартады. Ян Чуға Самульді тұтқынға алып, кейінірек оны тергеу жүргізу үшін сақтауды бұйырады. Шу Самульді есінен тандырады. Самуль есін жиғанда, олардың Анси қамалына жеткенін көреді. Ян үйіне кіреді және оған базарға бару керектігі хабарланады. Ол базарға келгенде өзінің екі лейтенанты Пун мен Хвалбоның төбелесіп жатқанын көреді. Оларға тоқтауды бұйырады және олар бірден бұйрыққа бағынады. Янның үлкен құрметке ие екені айқын көрінеді. Самуль Янның алдында жауап беру үшін жеткізіледі. Және Ян бірден оны өзін өлтіруге келген тыңшы деп күдіктенеді. Ол Самульдің өзін сатқын деп санайтынын және өлтіргісі келетінін білетінін айтады. Бірақ Самуль Тайсзун әскерлерінің қудалауынан қашып келгенін және енді Анси үшін күрескісі келетінін жеткізеді. Ян оған ойлана қарап тұрады. Келесі күні Ян Самульді өз генералдармен таныстырады. Және егер ол олардың қатарына қосылғысы келсе, командирдің жалауын ұрысқа алып шығу керектігін айтады. Бұл жалау командирдің орналасқан жерін бүкіл әскерге көрсетеді. Түнде Самуль қанжарын алып, Янды қараусыз қалған көшелермен артынан аңдып жүреді. Бірақ Ян жаңа туған нәрестесі бар қарапайым отбасының үйіне келгенін байқайды. Ол оларға азық-түлік пен сусын береді және сәбиге сүйсіне қарайды. Ол ерлі зайыптылардан баланың есімін сұрайды және олар оны Ян деп атағанын айтады. Самуль Анси халқының Янға деген құрметі мен сүйіспеншілігін байқайды. Келесі күні таңертең Самуль Янды қарапайым халықпен бірге жұмыс істеп жатқанын көреді. Және қарт адам оған Анси халқы Янды қамалдың өзі деп санайды. Ол Анси дейді. Ян Чудан генералы Поззо қайда екенін сұрайды. Шу оның әлі ұйықтап жатқанын айтады. Ян бірден күмәндана бастайды. Ол Поззоның үйіне келеді және оның әпкесі Бекканы табады. Ол тентек болған сияқты. Ян ашуланып, садақ пен жебесін алып, Поззоның соңынан қуа жөнеледі, бірақ Бекка оны қорғауға тұрып алады. Ян алдағы соғыста біреуі өліп кетсе, екіншісі үшін бұл өте ауыр болатынын айтады. Бірақ Бекка бұған дайын екендерін жеткізеді. Дәл сол сәтте мүйіз дауысы естіледі. Және Ян қамал қабырғасына көтерілгенде,
Тайсзун барлаушыларын жібергенін көреді. Оның әскері жақындап қалған. Анси әскері қамалды қорғауға дайындалады. Ян Самульге шайқас алдында сақалын алуды тапсырады. Және Самуль мұның Янды өлтіруге таптырмас мүмкіндік екенін түсініп, қобалжи бастайды. Алайда, Ян оның ойында не барын білгендей. Қазір емес, кейін мені өлтіруге көп мүмкіндігің болады дейді. Самуль Янның оны осыншалықты тез танып қойғанына таңғалады. Тайцзунның әскері жетіп келеді. Олар 200 мың сарбаз және көптеген қоршау қарулармен қаруланған. Ал Анси әскерінің саны небәрі 5 мың ғана. Ян Анси жауынгерлерінің қобалжып тұрғанын байқайды. Және оларға жігер беретін сөздер айтып, не үшін күресіп жатқанын еске салады. Тайцзун Янның қайсарлығына сүйсінеді. Шайқас басталады. Тайцзунның әскері Анси қамалына алып тастар лақтыра бастайды. Қабырғаларға үлкен зақым келгенімен, олардың құрылымы мықты болып шығады. Себебі қабырғалардың іші құмға толы. Тайцзун әскеріне қамал қабырғаларына өрмелеуге бұйрық береді. Және нағыз шайқас басталады. Тайцзунның армиясының алып шабуыл басқыштары қамалға енуге мүмкіндік береді. Бірақ Янның сарбаздары жан аямай шайқасады. Бекка мен Постсоның атты әскері Янның белгісін күтіп, толықтай оған сенімі артып тұр. Біршама шайқастан кейін, Ян оларға жауды екі жақтан қоршауға алу туралы белгі береді. Осы уақытта Тайцзун әскерлері қамал қақпасын бұза бастайды. Олар ішке кіре алғанымен, тікелей Янның қақпандап қойған орнына түседі. Қамал қабырғаларында Янның сарбаздары тығыз қатар түзіп, Тайцзун әскерлерін төменге лақтырады. Ян үлкен арбалеттерді шығаруды бұйырады. Оларды шабуыл басқыштарын құлату үшін пайдаланады. Қабырғаға өрмелеудің басқа жолы қалмағандықтан, Тайцзун шегінуге бұйрық береді. Барлық қиындықтарға қарамастан, Анси Тайцзун әскерін тойтарып тастады. Самуль бұған қатты таңғалады. Кейін түнде Самуль түс көреді, ол Жупил тауындағы жеңілісті есіне алады. Және Янның оны сатқын деп атағанын көреді. Ол өз миссиясын есіне түсіреді. Ян Самульдің бөлмесіне кіргенде, Самуль оны қанжармен күтіп тұрған болып шығады. Самуль Яннан неге оған қарсы шыққанын сұрайды. Ян Гогурт патшасын өлтіргенін айтады. Алайда Самуль бұл қажеттілік болғанын. Себебі патша Тайцзунның тұтқындарын босатып жатқанын. Және оның ықпалына түсіп кеткенін жеткізеді. Ян бұл соғысты бастаған нәрсе патшаның өлімі екенін, ал мұндай соғыстың мүлде болмауы керек екенін айтады. Самуль бұл соғыс бәрібір басталып кетті. Ал Ян Жупил тауындағы шайқасқа көмек жібермей, мыңдаған Гогурт жауынгерінің өліміне себепкер болғанын алға тартады. Ян Тайцзун мен ашық далалық шайқаста соғысу өз-өзіңді өлтірумен тең екенін. Егер ол әскерін жібергенде, олардың бәрі қазір тірі болмайтынын айтады. Самуль оны қорқақ деп атап, генералыныңға қосылуды талап етеді. Ян өзінің жалғыз міндеті Ансиді қорғау екенін жеткізеді. Сол сәтте алыстан мүйіз дауысы естіледі. Және Тайцзун әскерінің жойылғаны белгілі болады. Бұл жолы Тайцзун алып қоршау мұнараларын қолданады. Шу Янға келіп, жаңалықты жеткізеді. Бірақ сол сәтте ол Самульдің Янның тамағына қанжар тақап тұрғанын көреді. Шу оны өлтірмек болады. Бірақ Ян тоқтатып, алдымен Тайцзунмен айналысу керектігін айтады. Қоршау мұнаралары Тайцзунның әскеріне бірден қамалға басып кіруге мүмкіндік береді. Және Анси әскері қатты әлсірейді. Ян жағдайды бақылап, жаңа жоспар ойлап табады. Ол сарбаздарына май құйылған қаптарды лақтырып, оларды жанып тұрған жебелермен атуға бұйрық береді. Осылайша қоршау мұнараларын өртейді. Ол соңғы мұнараны да өртеген кезде, оны иығынан найза түйрейді. Қараса, Тайцзунның бір генералы жақындап, оны өлтірмекші болып келеді. Дәл соңғы сәтте Самуль генералының жүрегіне қанжар соғып, Янды құтқарып қалады. Ян есінен танып қалады. Ян 4 күннен кейін оянып, Самульге алғысын білдіреді. Тайцзун кішкентай ғана қамал мен шағын әскерінің оны осылайша қайта-қайта жеңіп жатқанына ашуланады. Ол жаңа жоспар ойлап табады. Көріпкел қасиетті садақ пен жебемен бірге Ансиға келеді. Және Янға Тайцзун оған соңғы рет берілуге мүмкіндік беріп отырғанын айтады. Егер бас тартса, Тайцзун қамал қабырғасынан да биік алып топырақ төбесін тұрғызбақ. Бұл жолы олар мұнараны құлата алмайды. Және шабуылды тойтара алмайды. Шынында да, келесі күні үйінді тұрғызу жұмыстары басталады. Көріпкел Ансидің құлауын көргенін айтып, Яннан берілуін сұрайды. Бірақ Ян бас тартады. Айлар өтіп, үйінді күтілгеннен де жылдам салына бастайды. Самуль астанадан көмек сұрау керектігін айтады. Бірақ Ян оған үннің көмектеспейтінін жеткізеді. Постсо Тайцзунды үйінде аяқталмай тұрып өлтіруді ұсынады. Бекка бұған ашуланып, Янның Постсоның өзін-өзі өлтіру миссиясына баруына қалай рұқсат бергенін түсіне алмайды. Бірақ Ян бұлардың жалғыз мүмкіндігі осы екенін айтады. Бекка Постсоға барып, оның аман қайтатынына уәде беруін сұрайды. Постсо Тайцзунды өлтіруге кіріседі. Бірақ олардың тұзаққа түскені белгілі болады. Яғни, Ансидің ішінде бір сатқын бар. Ол Тайцзунға бұл шабуыл туралы алдын ала хабар беріп қойған. Постсо қатты жараланып, әрең дегенде Ансиға қайта оралады. Ол Янға сатқынның бар екенін айтып, жан тәсілім етеді. Көріпкел өзінің сатқын екенін мойындайды. Ол болашақты көргенін және Ансидің Тайцзунға төтеп бере алмайтынын айтады. Егер тірі қалғылары келсе,
дәл қазір берілу керек. Янға шайқасты жалғастырмауын жалынып сұрайды. Алайда Самул оның мойнын орып жібереді. Анси құламайды. Өз сүйіктісінің өлімінен ашуға булыққан Бекка жалғыз өзі Тай Цзунды өлтіруге аттанады. Ол Тай Цзунды жаралап, бетінде тыртық қалдырады. Бірақ Тай Цзунның сарбаздары оны аяусыз өлтіреді. Постсо мен Бекка жерленгеннен кейін Самул астанаға жалғыз өзі аттанып, генерал Ннан көмек сұрауға бел буады. Ол Ннға Анси тұрғындары батыл күресіп жатқанын, оларды сатқын деп атаса да, олар шын мәнінде Гогургны Тай Цзуннан қорғап жатқанын айтады. Олардың көмегі дәл қазір қажет. Анси да Ян балалардың құмда ойнап жатқанын байқап, жаңа жоспар ойлап табады. Ол Ансидің шахтерлерінен үйіндінің астын үңгіп, оны құлата алама деп сұрайды. Шахтерлер мұны істеуге болатынын айтады. Шу үйінді қорғанға қарай құлайтынын және екінші шабуылды болдырмау үшін оны құлаған бойда басып алу керектігін айтады. Кеншілер үңгір қазуға кіріседі. Келесі күні үйінді де, оның астындағы үңгірде толықтай дайын болады. Және шайқас күні келе. Кеншілер Янға бағандарды өртей алмайтындарын хабарлайды, өйткені алдыңғы түні жаңбыр жауып, олар тым дымқыл болып қалған. Үйіндіні құлату үшін олар бағандарды шабуға мәжбүр. Ян бұл жағдайда кеншілердің де үйінді астында қалып, құрбан болатынына алаңдайды. Бірақ олар бұл құрбандыққа дайын екендіктерін айтады. Олар бағандарды шабуға кіріседі. Тай Цзунның әскері қорғанға кірмек болған сәтте кеншілер бағандарды шауып бітіріп, үйінді құлайды. Тай Цзун көргеніне сене алмай, есеңгіреп қалады. Ян бастаған Анси әскері дереу алға ұмтылып, үйіндінің қалдықтарын басып алады. Қатты ашуға булыққан және намысы тапталған Тай Цзун бүкіл әскеріне шабуылға шығуға бұйрық береді және Янның басын әкелуді талап етеді. Анси әскері үйінді үстінде тұрып, Тай Цзун сарбаздарына оқ жаудырып, күйдіргіш доңғалақтарды қолдана отырып қорғанады. Бұл шайқас бірнеше күн мен түнге созылады. Ақыры Анси әскерінің оқ дәрісі таусылады. Ян соғысты тоқтатудың жалғыз жолы Тай Цзунды өлтіру екенін түсінеді. Ол қасиетті садақ пен жебені әкелуді бұйырады. Осы кезде Тай Цзун мен Ян әскерлері арасында қоян қолтық шайқас басталады. Ян қасиетті садақты кермек болады, бірақ қолынан келмейді. Алайда өз әскерінің жеңіліп бара жатқанын көрген ол бойындағы бар күшін жинап, садақты ақыры тартып, жебені жібере. Ол бұл сәтте Поззо, Бекка және кеншілерді есіне алады. Жебе алаңды кесіп өтіп, дәл Тай Цзунның көзіне тиіп, оны атынан ұшырып түсіреді. Дәл осы кезде Самул Янның әскерімен бірге Ансиға көмекке келеді. Тай Цзун жеңілгенін мойындап, шегінуге бұйрық береді. Соғыс аяқталады. 3 жылдан кейін Тай Цзун өз жарақаттарының салдарынан қайтыс болғаны белгілі болады. Өлер алдында ол ешкімге ешқашан Когурдге басып кірмеуді өсиет етеді. Одан кейін Ян Анси қорғанын қайта қалпына келтіру жұмыстарын басқарады. Ал Самул астанаға қайтуға дайындалады. Самул Янға Анси мен елді қорғағаны үшін алғыс айтады. Ал Ян бұл шайқаста екеуінің бірге күрескенін айтады. Ол Самулге Ансиға кез келген уақытта орала алатынын айтып, қабырға үстінен оның алыстап бара жатқанын бақылайды. Және осымен фильм аяқталады.